Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ағалар, бауырлар, апа қарындастар, ең бірінші әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға шексіз мақтау айтайық. Екіншіден сүйікті ардақты болған пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтайық. Бұл дүниеде ешкім және еш нәрсе мәңгілікте емес. Бәріміз бұл дүниеде қонақпыз, жүгіреміз, шапқылаймыз. Бұл айтқанда не? Проблема бар, жақсылық бар, жамандық бар, қуаныш бар, ренжіс бар деген сияқты. Бұның бәрі құрметті жамағат бір күні өтеді, бір күні кетеді. Сондықтан да ең бірінші де ең соңғы біздің ойымызда жүретін нәрсе, құрметті жамағат, бір нәрсені естен шығармайық. Алланың разылығын алуға әрекет ет. Алланың разылығын аралауға әрекет ет. Егер адам өзінің күш жігерін осыған жұмсайтын болса, ондай болса, ол ешқашан еш уақытта бір жамандыққа қарамайды, көзін сақтайды, құлағын қорғайды, тілімен жақсы сөзді айтады, жүрегіне күмәнді нәрселерді кіргізбейді. Неге? Өйткені оның жаны, тәні не деп тұрады? Алла деп тұрады. Алла деп тұрады. Алла деп тұрды ма? Иншалла Құдай қаласа. Міне, ең біздің үлкен болған бағымыз бұл машина емес, ол анау 3-4 әйел емес, ол денсаулық емес. Ең үлкен болған бақытты адам кім? Алланың разылығын алған адам баласы ең бақытты адам болып табылады. Сондықтан да біз соған әрекет етуіміз керек. Бәріміз кім болса да со болсын, біздің өміріміз, бейнетіміз, зейнетіміз бізді неге алып бару керек? Аллаға жақындату керек. Ешқашан қиыншылық келген кезде, бірақ біздің табиғатымыз қандай? Қиыншылық келген кезде біз Аллаға жақындаймыз. Ал егер жақсылық келген кезде біз не қыламыз? Алладан кейбірақты алыстап кетеміз, құтырып кетеміз. Ондай ол бізге жараспайды, құрметті жамағат. Ол біздің мұсылман деген адам баласына ол жанынан тәніне де ол не қылмайды, сәйкес келмейді. Сондықтан да өміріміз өтіп бара жатыр. Өзен сияқты дейміз ба, су сияқты дейсің ба, не деп айтатын болсаң да, әйтеуір өмірің өтеді. Сағатты, секундты сен тоқтата алмайсың, оны ауыстыра алмайсың. Өтті ме? Кетті, бітті. Сондықтан да өткен нәрсені адам баласы ойланып, келешекке жақсы нәрсеге не қылу керек? Ол ұмтылу керек, әрекет ету керек. Міне сол кезде Алла Тағала не қылады? Біздің былай айтқанда құлшылығымызға өзінің жемісін береді. Міне Алланың қалауы бойынша мұсылмандардың жаңа жылы басталды. Жаңа жылы басталды. Жаңа жыл қашан басталды? Осы шілде айының 30 күні мұсылмандардың жаңа жылы басталды. Яғни былай айтқанда біздің жаңа жылымыз анау қысқа, көктемге, күзге не қылмайды? Тұрмайды. Бір уақытта бекітілген жоқ. Неге бекітілген? Айға бекітілген. Ай қалай толады? Біз солай не қыламыз? Жаңа жылымызды атаймыз. Біздің жаңа жылымыздың айырмашылығы басқа діндердің жаңа жылынан ең бірінші бір уақытқа тоқтамайды. Екіншіден не қылмайды? Бұл айтқанда бір мезгілге келмейді. Сосын үшіншіден ол 10 күнге, 11 күнге каждый жыл сайын не қылып отырады? Алдына қозғалып отырады. Сондықтан да осы жылы біздің күнтізбеміз әрине Григориан календарь емес, біздің күнтізбеміздің аты не деп аталады? Хижри жылы деп аталады. Неге хижри жылы? Өйткені оның тарихын сіздер білесіздер, біздер айтқанбыз, ол туралы әлі де тоқталамыз. Алла берса, бұл айтқанда не? Мұсылмандарды Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху жинап, осы мұсылмандардың күнтізбесін бекітейік, санауын бастайық деген кезде әр түрлі ой пікірлер айтылады. Сонда ең дұрыс ой пікір қандай болады? Хижри жылдан бастайық дейді. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның Меккеден Мәдинаға көшкенінен бастап біздің ислам діні не қылды? Көтеріле бастады, дами бастады, жаңалана бастады. Адамдардың кіретін сандары көбейе бастады. Сондықтан да хижри пайғамбарымыздың Меккеден Мәдинаға көшкені біз үшін өте маңызды. Сондықтан да біздің күнтізбеміз сол уақыттан басталады. Міне, осы 30 шілде күні бізде жаңа айымыз басталды. Ол айдың аты мұсылмандарда не деп аталады? Мухаррам айы деп аталады. Мұсылмандардың 12 айы бар. Мухаррам айымен басталады, Зулхиджа айымен аяқталады. Сонда Мухаррамдың міне басталуы, бұл жыл нешінші жылы дейміз біздер?
1444 жылы, яғни хижри жылының 1444 жылына не қылады ол? Сәйкес келеді, құрметті жамағат. Сондықтан да міне, әрине жаңа жыл, анау-мынау, біз елка қоймаймыз. Бізде Дед Мороз жоқ, Снегурочка жоқ. Біздер алхамдулилла не қыламыз? Бұл айтқанда жаңа жылды құлшылықпен қарсы аламыз. Яғни құлшылықпен қарсы аламыз. Алла Тағалаға бет бұру арқылы біздер қарсы аламыз. Сондықтан да Мұхаррам айы басталды ма, Алла Тағала Құран кәрімде не дейді? 12 ай, сол 12 айдың ішінде 4 ай харрам болған айлары дейді. Харрам болған айлары. Харрам айлары үшеуі бірге келеді. Зулқада, Зулхиджа, Мұхаррам деген ай бірге келеді. Ережеп деген Мұхаррамдың харрам болған айы не қылады? Өзі жеке 7-ші айда келеді. Міне, яғни бұл дегені Мұхаррам айы келген кезде мұсылман адам баласы Мұхаррам дегеннің мағынасы о нені білдіртеді? Бұл айтқанда харрам. Харрам деген сөзі тыйым салынған, рұқсат берілмеген бірінші мағынасы. Екінші мағынасы харрам дегенді нені білдіртеді? Қасиетті, ардақты, құрметті деген мағынаны білдіртеді. Сондықтан да Мұхаррам айында ең бірінші біздер не істеуіміз керек? Құрметті жамағат, қолдан келгенге шейін харрам жұмыстардан өзімізді сақтауымыз керек. Жанымызды, тәнімізді біз қорғауымыз керек. Жаман ойдан, жаман пиғылдан, жаман ниеттен ең бірінші өзімізді өзгертуді бастауымыз керек. Біреудердің қателігін емес, ең бірінші өзіңдің қателігіңді өзгертуге не қылуың керек сен? Бастауың керек, атсалысуың керек. Өйткені қиямет күнде барған кезде анау неге былай болды деп сұралмайды. Қиямет күнде барған кезде сен өзің не істедің деп Алла Тағала сұрайды. Сондықтан да Мұхаррам айының кірді ме, біздер ең бірінші харрам болған нәрселерден алыс боламыз. Екінші не қыламыз? Бұл айды қолдан келгенге шейін ораза ұстауға тырысамыз. Ораза ұстауға тырысамыз. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде не дейді? Рамазан айынан кейін оразаға ең жақсы болған, сауабы мол болған ораза қандай ораза дейді? Харрам айларында ұсталған ораза дейді. Сондықтан да Мұхаррам айында қолдан келгенге шейін біздер не жасауымыз керек? Ораза ұстаудыққа біздер әрекет етуіміз керек. Дүйсенбі, бейсенбі, немесе денсаулығың болса сейсенбі күндері ораза ұстап біздер Аллаға жақындауымыз керек. Демек, Мұхаррам айының ерекшелігі ең бірінші басқа айларға қараған кезде жылдың басы Мұхарраммен басталады. Екіншіден, Мұхаррам тыйым салынған ай. Үшіншіден, қасиетті ай. Төртіншіден, ораза ұстайтын ай. Сосын бесіншіден, міне Мұхаррам айының 10-шы күні Алла Тағала бізге нені беріп жатыр? Бұл айтқанда бір жақсылығын, Мұхаррамның 10-шы күні мұсылмандар ерекше ораза ұстайды. Ол Мұхаррамның 10-шы күн ұстайтын оразасын біздер не дейміз? Ашура деп атаймыз. Ашура. Неге ашура? Неге тисаймыз? Өйткені араб тілінде ашура деген сөзі қандай сөзден кеп шығады? Ашара деген сөзден кеп шығады. Ашара деген нені білдіртеді? 10 деген санды білдіртеді. Сондықтан да ашура дегені Мұхаррам айының тек қана бір-ақ күніне істеткізесіз. Басқаша айтқан кезде, егер мұсылмандарда бір жыл болатын болса, 12 ай болатын болса, соның ішінде бір-ақ күнді біздер не дейміз? Ашура деп атаймыз. Ол қандай күнді біздер ашура дейміз? Мұхаррамдың 10-шы жұлдызын біздер ашура деп атаймыз. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ашура күнін ерекше өткізетін болған. Ерекше өткізетін болған. Біздер де құрметті жамағат, жылда келетін Мұхаррам айының, жылда келетін ашура күнін ерекше өткізуге тырысуымыз керек. Ерекше өткізуге біздер атсалысуымыз керек. Сонда не үшін ашура деп атайды дейді? Ғалымдар айтады, кейбір ғалымдар не? Өйткені дейді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам үмбетіне 10 түрлі ерекше уақыттарды сыйлаумен байланыстырып дейді. Сосын не дейді? Соның 10-шысы ашура күніне сәйкес келеді дейді. Яғни 10, бұлай айтқанда не? Жылдың ортасынан бастап 10 қасиетті болған күндер кетеді дейді. Ең соңғысы немен бітеді дейді? Ашурамен бітеді дейді. Сонда ең біріншісі ол ереже байы. Мұсылмандардың 7-ші
айы болып саналады күнтізбеде. Екінші Шағбан айы, ол 8-ші айы болып табылады. Өйткені Шағбан айында біздер не қыламыз? Бұл айтқанда Рамазанға дайындаламыз. Ережеп харрам болған айы, Шағбан айы Рамазанға дайындаламыз. Сосын одан кейін үшінші ерекшелігі, 10 ерекшеліктің үшіншісі қандай? Рамазан айы келеді. 7-ші, 8-ші, 9-ші ай. Міне, үшеуі бірге келеді. 4-ші ерекшелігі Қадыр түні. 5-ші ерекшелігі не істейміз біздер? Рамазан айында ораза ұстаймыз. 6-ші ерекшелігі Зүлхиджа айының алғашқы 10 күнін біздер қарсы аламыз. Міне біздер қарсы алдық қой. Құрбан айтқан дейін кейбір бауырларымыз болды. Тырнағын алған жоқ, шашын алған жоқ. Не үшін? Өйткені ол да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам мұстахаб болған амалдарына жатты. Міне бұл 6-ші болды. 7-ші не болды бізде? Арафа күні болды. Арафа күні. Арафа күні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Бұл айтқанда, кім Арафа күні ораза ұстайтын болса, Алла Тағала не қылады деді? 2 жылдық күнәсін кешіреді деді. 1 жыл өткен күнәсін, 1 жыл келесі күнән. Оны біздер қашан ұстадық? Зүлхиджа айының 9-ші жұлдызы күні ұстадық. Міне бұл нешінші болады? 8-ші болып табылады. 9-ші қасиетті жұма күні. Апта сайын кезде. Ең соңғысы 10-ші күні ол не? Ашура күнімен не қылады? Міне 10-дықтың саны аяқталады. Құрметті жамағат. Сондықтан да мына Ашура міне осы 9 күндегі 9 қасиетті болған бәрін өз ішіне қамтып алып отыр. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білесіздер, Ашура күні не істейтін болған? Ең бірінші Ашура күні біздер құрметті жамағат не қылуымыз керек? Ораза ұстауымыз керек. Ораза ұстауымыз керек. Оған қандай нәрсе себепті болып тұр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдина қаласына келген кезде Ашура күні яһудилердің ораза ұстап жүргендігін көреді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрайды: неге сендер осы Мұхаррамдың 10-ші күні именно осы күні ораза ұстайсыңдар дейді. Сол кезде олар не деп жауап береді? Бұл бір жақсы күн дейді яһудилар. Неге? Өйткені дейді, бұл күні дейді Алла Тағала Исраил ұрпақтарын бұл айтқанда дұшпандарының несінен, залымдығынан құтқарған күн дейді. Яғни Муса пайғамбарды және оның артынан ерген яһудиларды Алла Тағала аман есен Қызыл теңізден өткізіп жүрген күні осы күні болады дейді. Сондықтан олар не дейді? Біз Аллаға шүкір ретінде не жасаймыз дейді? Ораза ұстаймыз дейді. Міне, ораза ұстап, өзіміздің шүкіршілігімізді Аллаға не қыламыз дейді? Көрсетеміз дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзі бар: сендерге қарағанда Мусаға мен жақынырақпын деп айтқан. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деген? Яғни ораза ұстаңдар, өзі ораза ұстаған, және басқа мұсылмандарға ораза ұстауға не қылған? Әмір берген. Міне сондықтан да біздер Ашура күні, құрметті жамағат, Мұхаррамдың 10-ші күні ең бірінші істейтін жұмысымыз не болу керек? Ораза ұстау болу керек. Ораза ұстау болу керек. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, әрине бұл мұсылмандардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің ойынан шығарған нәрсе емес. Бұл не? Бауырларымызды Алла Тағала не қылды? Осы күні Фирғаундан аман есен құтқарды. Сондықтан да құтқарды ма, біздер не қыламыз? Ораза ұстаймыз. Алла Тағалаға біз міндетті түрде жақындаймыз. Сондықтан да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде не дейді? Не дейді? Инна хада яума Ашура дейді. Ва лам юктаб алейкум сиямуху ва анна саймун фаман ша сама ва ман ша фалафтур дейді. Ал енді Ашура күні ораза ұстау, құрметті жамағат, парыз ба, уажib ба, сүннет ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам Бухаринің жинағының кітабында былай деп бізге келтіреді: не? Бұл күні Ашура күні дейді. Ол күні ораза ұстауды дейді Алла Тағала сендерге парыз не қылды деді? Парыз етпеді дейді. Жүктеген жоқ дейді. Бірақ менің аузым берік дейді. Ораза ұстағысы келетін адам баласы ұстасын дейді. Ұстағысы келмейтін адам баласы не қылмасын дейді? Ұстамасын. Міне. Сондықтан да Ашура күні ораза ұстаудың үкімі, құрметті жамағат, ол парыз емес, ол уәжіп емес, ол міндетті емес. Ол неге жатады? Бұл айтқанда мұстахабқа жатады, мандұққа жатады.
Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ораза ұстап жатыр. Егер ораза ұстап жатыр ма пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, демек біз ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла дейміз бе? Алланың құлы дейміз, Мұхаммедтің үмбеті дейміз бе? Демек Құдай қаласа біздер не қылуымыз керек? Оразамызды ұстауға тырысу керек. Әрине, егер сен жолаушы болсаң, ауырып қалсаң, бір қонаққа шақырып қалса, онда әрине өз еркің өзің білесің. Бірақ жағдайың бар ма, мүмкіншілігің бар ма, бір күн болса да оразаңды не қылып бер дейді, ұстап бер дейді. Пайғамбарымыздың басқа бір хадисінде не дейді? Сұраған кезде осы Ашураның сауабы қандай болады? Әрине біздер ең бірінші оразаны ұстаймыз. Не үшін? Өйткені Алла Тағала Муса пайғамбарды және яһудиларды аман есен Фирғаундан құтқарған күн. Мысалы, біреу саған жақсы бір жаңалық келсе, сен не істейсің? Сразу телефонмен, о, мен бейттім, мен сөйттім. Сен оның орнына ең бірінші сен не істеуің керек? Сәжде етуің керек. Неге? Өйткені Аллаға сен не деуің керек? Алхамдулилля деуің керек. Қанағат деуің керек, тауба деуің керек, шүкір деуің керек. Міне. Пайғамбарымыз, яғни бұл айтқанда Муса алейхиссаламды Алла Тағала сондай залымның қолынан аман есен құтқарды, яһудилардың халқын құтқарды ма? Олар шүкір ретінде не қылып отыр? Оразасын ұстап отыр. Аллаға бұл айтқанда өзінің махаббатын көрсетіп отыр. Аллаға ризашылығын көрсетіп отыр. Аллаға не? Шүкіршілік етіп отыр. Сондықтан да ондай шүкіршілікті адам баласы не қылу керек? Құлшылықпен көрсету керек. Алла саған беріп жатыр ма? Міне, сен зекет бересің. Алла саған және беріп жатыр ма? Садақа бересің. Алла Тағала саған және беріп жатыр ма? Уақыфқа бір нәрселерді істейсің. Сен жақсы жұмыстарды тоқтатпайсың. Неге? Өйткені ол саған Алла беріп жатыр. Біреулер бар, мен басым мықты істейді, мен өзім жеттім дейді. Алла Тағала қаламағанда сен басың 1000 жерде мықты болсын, сен оған жете алмайсың. Неге? Өйткені бәрі Алланың қалауы бойынша болады. Сондықтан да біз шүкір ретінде бұл айтқанда оразамызды ұстаймыз, Алла Тағалаға бет бұрамыз. Ал енді бұның сауабы, Ашура күні ораза ұстаған сауабы қандай? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисі бар, не дейді? Сиямы яумы Ашура, не дейді? Ахтасибу алаллахи ан юкаффира санатиллати қаблаха дейді. Яғни бұның мағынасы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Ашура күні ораза ұстау арқылы Алла Тағала өткен жылдағы бұл айтқанда не кіші күнәларды кешіруінің үміт етеміз деген екен. Міне, яғни егер сен алхамдулилля Ашура күні ораза ұстайтын болсаң, Алланың қалауы бойынша, Құдай қаласа, иншалла деп айтамыз. Алла бұйыртса, өткен жылдағы кішкентай күнәлеріңнің бәрін не қылады? Иншалла жойылады. Бұл жерде құрметті жамағат бір нәрсені түсінуіміз керек. Осындай хадистерді айтқан кезде малограмотный, надан адамдар не дейді? Ислам діні ляпата дейді. Бір күн ораза ұстайсың дейді, 360 күн күнәң кешіріледі дейді. Не деген рақат дейді. Мен күнә жұмыс істеймін дейді, 1 жыл дейді. Сөйтіп мен бірақ ораза ұстаймын дейді, бітті сонымен. Мен күнәм кешіріледі дейді. Аузы билля, Құдай сақтасын. Сен Құдаймен ең бірінші ойнамауың керек. Алла Тағала біліп тұр, Алла Тағала көріп тұр. Алла Тағала сенің ниетіңе қарап не қылады? Дұғаңды қабыл етеді. Егер сенің ниетің сондай болса, ораза ұстаймын, жарайды, ничего страшного, өйткені күнәларым көп қой. Құдай кешіреді, сосын все, қайтадан күнәларымы қайтам дейтін болсаң, аузы біле ондай болса, сен Алламен не қылып жатсың? Ойнап жатсың, Құдай сақтасын. Алла Тағала ондайларды қабыл ету не болады? Кәдіктілеу болады. Сондықтан да сен ораза ұстайсың ба? Ең бірінші де ең соңғы сен Алланың разылығы үшін ұстауың керек. Ниетің Алланың разылығы үшін болды ма? Құдай қаласа, Алла бұйырса, бәрі не болады? Ол дұрыс болады. Сондықтан да құрметті жамағат, біздер бұл айтқанда не қыламыз? Осы Ашура күні ораза ұстаған кезде үміттенеміз және білеміз. Нені білеміз? Үміттенеміз, білеміз. Алла Тағала өткен жылдағы күнәмізді не қылады? Иншалла кешіреді деп біз не қыламыз? Оған күмән келтірмейміз, құрметті жамағат. Сондықтан да өткен жылдағы Алла Тағала күнәларды, кішкентай күнәларды, үлкен күнәларға сен тауба етуің керек. Оны есіңде шығарма. Алла Тағала таубаларды қабыл етеді. Сондықтан да осы Ашура күні бір күн болса да ораза ұстауға біздер тырысуымыз керек. Ал енді
Мына Абдулла ибн Аббастан радиаллаху анху былай айтқанда бір сөзі бар. Не дейді? Пайғамбарымыз осы күнге нәпіл оразаның қадырын өзге күндерге нәпіл оразаларға артық санайтын еді дейді. Міне. Біздер түсіндік. Демек, Ашура күндегі ұстайтын ораза ол неге жатады? Нәпілге жатады. Нәпіл деген немене? Қосымша болған құлшылық. Мысалы, түнгі намазға тұру нәпілге жатады. Сосын немене? Духа намазын оқу нәпілге жатады. Бірақ бұл нәпілге жатады екен деп, біздер оны тастап қоймауымыз керек. Керісінше, нәпілді егер сен орындап жүретін болсаң, Құдай қаласа Алла бұйырса, не қылады? Сауабың көбейе береді. Сауабың артығымен болай береді. Біздер осы нәрсені не қылмауымыз керек? Естен шығармау керек. Сонымен қатар, құрметті жамағат, бұл айтқанда оразадағы, міне Рамазан айының тыс уақыттағы болған барлық оразалар неге жатады? Нәпілге жатады. Нәпіл деген немене? Ұстасаң, орындасаң жақсы, орындамасаң не болмайды? Күнә болмайды. Ешқандай қателік жоқ. Бірақ пайғамбарымыз Ибн Аббастың айтқан сөзі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нәпілдердің, ораза ұстаған нәпілдердің ішіндегі ең артығы, ең жақсысы несі дейді? Бұл айтқанда осы Ашура күндікін ашық, бұл айтқанда артық деп санайтын болған. Сондықтан да осы Ашура күні біздер ораза ұстауға тырысу керек. Ал енді екінші сұрақ, неше күн ораза ұстаймыз? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар. Не дейді? Алланың елшісі былай деп айтады. Имам Ахмадтың кітабында, Ашура күні ораза ұстаңдар. Яхудилерге ұқсамау үшін алдында бір күн, және кейін тағы бір күн тұтыңдар дейді. Яғни оларға ұқсамау үшін, құрметті жамағат, бірақ күнмен шектелме. Артық болады, абзал болады. Опять говорю, артық болады, абзал болады. Ашураға және бір күн қоссаң. Бұл жылы Ашура бізге қай күнге сәйкес келеді? Тамыздың 8-іне сәйкес келеді, дүйсенбі күні. Сондықтан да егер жағдайың болса, тамыздың 7-сі, 8-і, 9-і 3 күн ұста. Егер жағдайың жоқ болса. Ал егер жағдайың болмаса, ондай болса не қыл? 8-і, 9-і ұста. Жоқ дегенде. Ал енді оған да жағдайың жоқ, 9-і күні мені қонаққа шақырған, ондай хотябы 8-ші тамыз күні ораза ұста. Хотябы жоқ дегенде, бірақ күнде ораза ұстауға тырыс. Бірақ егер сен бір күн қоссаң, алдынан, артынан, немесе 2 күн, 2 жағынан бір күнден қоссаң, ол артық болады, ол абзал болады. Ол жақсы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадисінде не дейді? Айтқан осы хадисінде келтіреді. Яғни егер дейді, ораза ұстады ғой, ораза ұстаған кезде айтады, келесі бас аман болатын болса, бұл оразаға және мен не қылам дейді? Қосымша күндерді қосып ұстаймын деген пайғамбарымыздың хадистері келтіреді, құрметті жамағат. Сондықтан да міне тамыздың егер денсаулық болса, 7-сі, 8-і, 9-і ұстайық. Ал егер 7-сі жексенбі күнге сәйкес келеді, қонаққа шақырған, жабдыққа шақырған, анда шақырған, мында шақырған, тойға шақырған, құрмалдыққа шақырған, ондай болса сен не істейсің? 8-і күнді ұмытпа. 8-і күні дүйсенбі күні таңертең сәресіне тұрып, иншалла таң намазында сәресіңді аяқтап, не қыл? Оразаңа кіріс иншалла. Ял енді осы Ашура күні біздер не істеуіміз керек? Екінші Ашура күндері біздер көбінше Алла Тағаладан кешірім сұрауымыз керек. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам бір хадисте не дейді? Алланың елшісі бір айтқанда, Рамазан айынан кейін қай айда ораза ұстауына кеңес етті дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деген? Егер парыз Рамазан айынан кейін ораза ұстасаң, онда Мұхаррам айының оразасын ұста. Ол сол айда Алла бір топ адамдың күнәларын кешірген, басқалардың да күнәларын кешіреді деген. Яғни бұл айда ораза ұстадың ба? Ораза ұстаған соң, яғни осы Ашура күндері көбірек Алладан кешірім сұра. Кешірім сұра, кешірім сұра. Біреудердің артынан өсекті таратпа. Біреудердің артынан жаман сөздерді айтпа. Керісінше өзің үшін Құдайдан кешірім сұра. Өзің үшін кешірім сұра. Біреу жеп жатыр, ішіп жатыр, үйтіп жатыр, бейтіп жатыр, анау қалтасына салып жатыр. Алла көріп тұр. Сен Құдай емессің. Алла Тағала ешқашан еш уақытта біреудің ақысын жемейді. Алла Тағала Құран кәрімде айтады. Кім жетімдердің ақшасын жейтін болса, ішіне нені жеді дейді? Тозақтың отын жеп жатыр дейді.
Тозақтың отын жеп жатыр деді. Сондықтан да сен өзіңнің тіліңді сақта. Біреудің ақысын жеме. Егер сен көрмедің бе, күмән, просто сомнение. Жеп жатыр, ішіп жатыр, байып жатыр. Сонан основание сомнение үкім шығаратын болсаң, сен қиямет күнде өзің жауап бересің. Алла тағала ешқашан еш уақытта біреудің ақысын жемейді. Соны біздер есімізден шығармайық. Сондықтан да Ашура күндері Құдайдан біздер көбірек кешірім сұрайық. Үшінші не қылу керек? Мұқтаждарға садақа беруіміз керек, құрметті жамағат. Мұқтаждарға садақа шығаруымыз керек. Садақа беруіміз керек. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың бір айтқан сөзі бар. Не дейді? Ас-садақату бурхан дейді. Садақа ол не дейді? Дәлел дейді. Амр ибн Ас радиаллаху анху Ашура күні ораза ұстаған, бір жыл бойы ораза ұстағанмен тең. Осы күні садақа берген кісі бір жыл садақа бергенмен тең деп айтқан екен. Бұны кім айтқан? Амр ибн Ас деген сахаба айтқан. Опять же біреулер айтады: "Аузы билля, это сподвижник он". Как он сподвижник? Он самый приближенный сподвижник. Машалла. Сондықтан да осы Ашура күні не қылу керек? Егер сіз біреуге көмек берем дейтін болсаңыз, Ашура күні садақаңызды шығарыңыз, көмегіңізді беріңіз, аямаңыз, иншалла. Неге? Өйткені Алла тағаладан ол қайтады. Төртінші, Ашура күні біздер не қылуымыз керек? Отбасымызға былай айтқанда құт береке дұға тілеуіміз керек. Сонымен қатар былай айтқанда не қылуымыз керек? Отбасымызға сыйлық жасауымыз керек, жақсылық жасауымыз керек. Пайғамбарымыздың Имам Байхақи деген кітабында пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі келтіреді. Не дейді? Ман вассия аля ахлихи яума Ашура вассия Аллаху алейхи саир санатихи дейді. Кім Ашура күні әйел бала шағасына дейді кеңшілік жасаса дейді, Алла тағала жыл бойы не қылады дейді, оған кеңшілік жасайды дейді. Міне. Яғни Ашура күні, понедельник күні, 8 күні, иншалла Құдай қаласа біздер не қылуымыз керек? Отбасымызға кеңшілік жасауымыз керек. Кеңшілік деген міне? Бір сыйлық алып бер, бір не құрмет көрсет, немесе не былай айтқанда бір жақсы нәрсеге үгітте, жақсы нәрсені көрсет, немесе көмектес, иншалла. Оның бәрі не болады? Алла тағаланың алдында ол саналады. Мына Суфиян ибн Ғунайна деген, Алла тағала оның мейіріміне бөлінсін, бұл іске 50 не дейді? 50 жылдан бері амал етіп келеміз. Әрі одан да жақсылықтан өзгені көрмедік деген екен. Яғни бұл дегені осы Ашура күні көбінше адамдар не қылады? Жақсылықтарды көбірек істейтін болған. Сосын енді бұл жерде мен қысқа бір айтып кетейін. Ашура күні әрине мына шииттарда қасиетті күн болып саналады. Дәл осы Ашура күні ислам тарихында Али радиаллаху анхумдың екі ұлы болды. Хасан мен Хусейн деген. Хасанды улап өлтірді Мәдинада. Ал Хусейн деген баласын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламдың сүйікті болған немересін Ашура күні, Мухаррам айының 10-шы күні Бағдат қаласының қасында Карбула деген жер бар. Сол жерде басын не қылған? Шауып тастаған. Сондықтан да шииттер осы 10-шы күні барып, шынжырларды алып, өз-өздерін не қылады? Ұрып жатады. Ей Хусейн, біз сені жақсы көреміз, біз саған махаббат қойдық деп, өздерінің қанын шығарып жатады. Өзінің махаббатын көрсеткендей. Құдай сақтасын. Бұл енді тарихта болған нәрсе, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл күні бізге шынжырмен ұруға бұйырған жоқ, қанды шығаруға бұйырған жоқ. Бұл күні бізге не бұйырды? Ораза ұстауға бұйырды. Ораза ұстауға бұйырды. Сондықтан да осы күні о телевизорда Ашура күні көрсетіп жатыр, қан шығаруы кереген, қан, мен саусағымда қан шығара салайын жарайды деген сияқты. Ондай ол болмайды, ол саналмайды, ол надандыққа жатуы мүмкін. Сондықтан да біз бұл сүнниттер Ашура күні біздер не қыламыз? Оразамызды ұстап, Алла тағалаға жақындаймыз. Сондықтан да құрметті жамағат, осы 8 күні ораза ұстайық. Мүмкіншілік болса 9 күні немесе 7 күні тамыздың ораза ұстайтын болсақ, осы Мухаррамның 9-ына, 10-ына, 11-іне олар сәйкес келеді. Алла разы болсын. Алла тағала дұға тілектерді қабыл етсін, иманымызды кәміл етсін. Әрбір шаңыраққа береке тілейміз. Аман болайық, бір-бірімізге ренжімейік, бір-біріміздің ақымызды жемейік, бір-бірімізді жамандамайық. Алла тағала көріп тұр, Алла тағала біліп тұр. Әрбір адам баласы өзінің ниетіне, істеген ниетіне, істеген жұмысына қарай сыйлығын, жазасын алады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.